Ditrix деген кондиционер келіп тұрып, бірақ егер де пульт болмаса сізде Ditrix, жалпы міне пульті міне бар мынада Ditrix-та. Ditrix деп тұр ғой, непонятно да, бірақ Ditrix деген қандай, анау, бірақ бәрі китайский да. Мысалы, бұл жерде бізде мынандай не бар? Бізде мынандай не бар? Приложение да, өзіміздің телефонда. Chanchong, AUX, TCL, MIDI, жалпы Haier деген бар. Жалпы Китайда үлкен не бар жаңағындай. 5 фирма бар да, үлкен завод кондиционердің. Chanchong, AUX, TCL, MIDI, сосын тағы Haier деген бар да, телевизордікі жалпы Haier деген кондиционер де бар. Жалпы в основном бүкіл әлем бойынша осы 5 заводтан алады кондиционерлерді. Осы заводтан алады. Енді мына Ditrix деген, мысалға Ditrix, бұл осы 5 компанияның біреуі болады да, мысалға. Біздің Almacom осы AUX-тен алады. AUX деген компанияның заводынан істетеді. Бұл 5 үлкен жақсы заводтан біреуінен Almacom істелінеді. Сосын Chanchong деген бар, ол да білетін шығарсыз. TCL деген сілер, MIDI бар, сосын Haier. Осылардың 5-еуі де қай-қайсысы жақсы жалпы. Бірақ осы 5 заводқа барып, адамдар сапа жағынан ақша төлегеніне қарай сапамен істеп береді. Мысалға, Chanchongқа барып, жақсы сапамен істетсеңіз, жақсы кондиционер аласыз. Орташа болса, орташа, слабый болса, слабый да, ақшасына қарай. Енді бұл жерде мына Ditrix қандай заводпен істегенін көреміз да. Бізде қазір мына кондиционері қандай осы нелерді ұстайтынын көреміз. Мысалы, бізде қазір данный момент Chanchongты ұстап тұр. Chanchongты басамыз, бетіне басамыз. Мына 16 деп тұр ғой беті. 17-18 болып ауысып жатыр. Значит, Chanchong заводында Ditrix-ті жинаған. Яғни осы Ditrix деген просто аты, атак, миы, бәр заты Chanchongтан. Сапа жағын мен ол уақытпен көрсетеді. Білмейміз енді ол сапа жағын, бірақ жалпы сол завод, Chanchong заводтан осы Ditrix шыққан. Дәл солай қазірде мысалға Samsung сатып жатыр да, мысалға магазиндерде Samsung сатады да, Samsung, бірақ оны MIDI деген мынандай пульті сізде болса, егер MIDI деген да, новый, сол пультпен Samsungты қосып сөндіруге болады. Ол не деген сөз? Ол деген Samsungты қазір бұрынғы Samsung завод жасамайды, уже ол MIDI заводқа заказбен жасатып жатыр. Яғни сіз баяғы Samsungқа көп ақша төлеп MIDI-ны аласыз. Яғни Samsungтың просто бренд үшін төлейсіз көп ақшаны. Сол үшін сіз алданып қалмаңыз, Samsung алып жатырмын деп ойламаңыз. Қазір бәрі MIDI заводтан шығарады. Себебі заводқа бәрі бір деп айтуға болады. Сен қандай ат жабыстырсаң да заводқа бәрі бір, бірақ ар жағында дене мүшелері MIDI болады. Сол үшін бәрін осындай приложение арқылы білуге болады. Мысалы, біздің Almacom деген кондиционерге мына AUX деген приложениемен, яғни бұның ар жағында AUX деген заводтан шығады ғой, сол себепті AUX деген пульт біздің Almacomға болады осы AUX. TCL деген бар, басқа MIDI бар. Кәдімгі магазинде сатып жатқан MIDI-ларға мына MIDI болады мысалы да. И мынамен Samsungты да қоса береміз біз да, осы MIDI немен, приложениемен. Сол сияқты бұл MIDI заводтан көптеген нелерді заказбен алдыртады да. Сол үшін Samsung алып жатқан кезде, басқа кондиционер алып жатқан кезде, сіз басқа MIDI-ның пультімен қосып сөндіріп қарауға болады жалпы да. Сол кезде кішкене ақша экономдайсыз да, лишний раз төлемейсіз. Сондай болды жалпы бір клиентім үйіне. Бір Samsungты өзінің залына алды, залына Samsung алған, қалған комнаттарына MIDI алған. Бірақ MIDI-ның пультімен Samsung'ын қосып көрсеттім да, мен сол кезде ол басын ұстап қалды.